өзіңдей болсын, местігі өзімдей болсын. Желгенде екпінінен жел ессе, аяңы Қазбектің сөзіндей болсын. Құлағы қамыстай болсын, ерні талыстай болсын. Екі көзі ботаның көзіндей, шекесінің арасы қарыстай болсын. Қабағы бүркіттің қабағындай, шықшыты бураның сағағындай болсын. Жылқыңыздан осындай бір тай табылса, мүсіні мен сымбаты менің қойған талабымдай болсын. Жануардың жалы жібектей, қасқа тісі күректей болсын. Мойны ата қаздың мойнындай, жігері бабына келген түлектей болсын. Белдемесі қанатты болсын, жаясы жалпақ алапты болсын. Бір көргендер үш көрерлік, осындай сұлу жарақты болсын. Сауыры құлындай болсын, кекілі балаға қойған тұлындай болсын. Ерегісте ер серігі болатындай, ел есінде қалатындай, өңі мен түсі бірыңғай болсын. Денесі шымыр болсын, тұяғы жұмыр болсын. Қуғанда құтқармайтын қайыспас тұғыр болсын. Құйрығы төгіліп тұрсын, талданып сөгіліп тұрсын. Самсаған қалың қол ішінде тұрпаты ерек бөлініп тұрсын. Тілерсегі төмен, екі бұты алшақ келіп, артынан қарағанда тәс сүйегі көрініп тұрсын. Бұл суреттерден жазушы тіл байлығының ерекшелігін, сөздік қорының молдығын, қазақи тіршіліктің ғұмырынан хабар мол екенін аңғарамыз. Жазушының стилі өзгеге мүлдем ұқсамайды, себебі шығармасының мазмұны мен пішіні бөлек. Көркемдік әдісінің өзі ішкі дүниетаныммен үндес. Сол үшін де өзгелерден ерекшелігі өте көп. Кей жазушыларда инверсия, психологиялық параллелизм сынды көркемдік тәсілдер кеңінен қолданылады. Қабдеш Жұмаділов оларды қажет етпеген. Әдеби шығарма жазуға рецепт берілмейтіні секілді, әдеби шығарманың тілінде де ешбір штамп жоқ. Жер бетінде қанша жазушы болса, сонша машық, жеке өзіне тән жазу манері болу шарт. Әдебиетте баяндау мен суреттеу екі ұғым. Қаламгер дарабозда екі ұғымды қатар қолданады. Тіпті кей жерде қайсысы баяндау, қайсысы суреттеу екенін аңғармай да қаламыз. Әрбір әдеби шығарма белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындықтың сәулесі. Шындықты нанымды етіп суреттеу өте күрделі процесс. Автор бұл жағынан да еш жеңілмеген. Шығарма бойында біз білмейтін ескі архаизм сөздерде, бұрын соңды ести қоймаған мақалдар да молынан кездеседі. Мысалы, қарын қуырдақ, шөкім жаясынды тіркестермен қатар сойдақталған із, сорғалаған қан, немесе жәпірейген жеркепе, салы кеткен там үйсінді тіркестерге мән бермей кетуге мүлде болмайды. Автор портрет жасаудың хас шебері. Ол портретті мінезбен де, сұлулықпен де астарластырып берудің үлгісін жақсы меңгерген. Әдебиет теориясының ереже секілденген эстетикалық қағидалары мен қисындары әншейін ойдан туа салған нәрсе емес. Әдебиет тарих арқылы табылып, тексеріліп, жүйеленген нақты әдеби деректерді терең талдау, байыптау нәтижесінде үңілу болып табылады. Ендігі кезекте жазушының шығармаға дейінгі ізденісі және шығармаға көзқарасы мен дүниетаным мәселелеріне жүгінеміз. Яғни дарабоз тәуелсіздік алғаннан кейін өмірге келген шығарма. Сол үшін де
көп дүниені қысылмай, астыртынсыз ақиқатын ашып көрсетіп анық жазған. Оның қазақ әдебиеті жалпы қазақ тарихындағы құндылығы сол автор алғашқылардың бірі болып, тарихи романға, оның желісіне объективті түрде баға беріп, тарихи тұлғалардың рөлін қазақ халқының ұлттық мүддесі тұрғысынан қарастыруында екенін атап өту керек. Қабдеш Жұмаділов өзінің «Таңғажайып дүние» романында Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясына редакторлық жұмыс жасағанын айтып өтеді. Осы тұрғыда да оның тарих тұрғысынан мол ізденісін көре аламыз. Ол өз шығармасында тарихты жазып қана қоймай, жеке тұлғалардың қасиетін дәріптей білді. Оның айтуы бойынша, тарих қайталауды сүйеді. Тарихтың қозғаушы күші халық екені рас болса, сол халықтың бастайтын серкесі бар емес пе? Қаламгерді толғантқан осындай жайттар еді. Нәтижесінде Қабанбай, Абылай, Бөгенбай образдары жеке тұлға ретінде халыққа жол тартты. Романның өн бойынан көшпенді тағдырдың ауыр тұрмысын оңай аңғарамыз. Автор өз шеберлігімен оқырманды ойланта да, толғанта да, мұңайта да, қуанта да білді. Бұл жазушының дала перзенті екенін және қиялының шарықтауы қазаққа тән қырандық екенін көрсетеді. Жоғарыда аталғандай, жазушы тарихи романға келмес бұрын біршама мектепте ысылған. Ол Әуезов мектебінен өткен қаламгер. Замандастары Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ілияс Есенберлин үлгілерінен де көп дүние игерген. Дилогияда қамтылған әр образды ашу барысында адам табиғатын, психологиясын жіті зерттеген және де жазушы стилінің даралығы өзіндік философиясымен шебер ұштасқан. Автор үшін Әуезов тағылымы Қабанбай, Демежан, Назым, Гаухар, Ханбибі, Төбет, Барақ, Абылай, Бөгенбай бейнелерін көрсету секілді ұлттық әдебиеттегі образдар галереясын толықтырылуы жағынан септігін тигізді. Автор сонымен қатар орыс патша үкіметіндегі әйелдер образына да жіті тоқталып, әрқайсының бейнесін әдемі аша білді. Қазақ тарихында туған жер тал бесік, тас босаға үшін қу далада тәні, құла түзде көрі, құба белде елі қалғанша жанын пида етіп, басын бәйгеге тіккен. Қол бастаған батырлар, сөз бастаған шешендер аз емес. Жазушы қашанда тарихшы. Әдебиеттің басты парызы адамзат естелігінің үзік-үзік болмауына күш салу. Қабдеш Жұмаділов осы міндетін толықтай орындаған қаламгерлердің бірі. Тарихи сабақтастық немесе тарихи тамырластық секілді ұғымдар әдебиетте бар. Жазушы шығармасы өзге де қандай шығармалармен мазмұндас деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл жөнінде де айтпай кету мүмкін емес. Яғни Көшпенділер трилогиясындағы үлкен детальдардың көрінісі Дарабозда да аңғарылады. Өйткені желі бір және де жазушы
жеке кейіпкерді көрсеткісі келгенмен күллі тарихтан аттай алмайды. Сол үшінде бұл екі еңбектің ұқсастықтары өте көп. Дарабоздан кейін қаламгер Абылайдың ақырғы өлімі сынды әңгімелерге қалам тербеді. Ол жердегі детальдар да осы еңбегіне ұқсас. Не дегенмен тарих бәріне ортақ. Жазушының кейіпкер табиғатымен ғана шектелмегенін білеміз. Ол табиғатты суреттегенде де сөзді сүйетіні аңғарылады. Яғни Шыңғыстау мен Қызыл су, сосын айтып өткеніміздей Қабанбайдың отаны Барқытбелдің бейнесі, Көкжарлы мен Бура пейзажы, Аягөз бен Ақшатау аралығы осы еңбекте өте керемет суреттелген. Атақоныстың жайы бұл осы автордың ең басты тақырыптарының бірі. Күллі Алтай мен Атырау арасындағы қазақ даласынан сыр шертетін шығарма екені де өтірік емес. Ата-баба арманын орындау мақсатында дарабоз еңбегі біз үшін шоқтығы биік туынды. Шығарма бізге сонысымен де қымбат. Қорытындылай келетін болсақ, Дарабоз кітабынан өте керемет эмоциялар алуға болады, және де бұл кітаптың жазылу стилі әр оқырманға қызықты болады деп ойлаймын. Себебі ерекше сөз тіркестері қолданылады, және де әрбір кейіпкердің өзіндік бейнесі болады, өзіндік орны болады, оқиғада суреттеледі әрқайсысы бөлек-бөлек. Осының арқасында адам оқыған кезінде фантазиясымен көзіне елестету арқылы өте қызықты эмоциялар алады деп ойлаймын. Және де бұл кітапты оқуға әрбір қазаққа, нағыз қазаққа кеңес беремін. Өз тарихымызды біліп жүруіміз керек деп ойлаймын. Және де Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз кітабы тарихқа деген білімді арттыру жолындағы ең бір ыңғайлы құралдардың бірі.